Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Бүгін мен каналымда әдеттегідей сіздермен осылай ең оңай салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, және видеоны толықтай көріңіздер. Бізге керек өнімдер видеоның описаниясында жазылып тұр. Ең алдымен осылай қиярларымызды турап, төрт бұрышты етіп турап шығамыз. Бұл жерде мен болгар бұрышын алдым, өйткені колбасаны көп ұната қоймаймыз. Сондықтан колбасаның орнына мен болгар бұрышын қостым. Сіздер қалағаныңызша қалаған өнімдеріңізді қосып дайындасаңыздар болады. Ендігі кезек бізде осындай крабовый палочка керек болады. Оларды осылай сыртындағы пакеттерінен ажырата отырып, бұларды төрт бұрышты етіп турап алатын боламыз. Осылай кезегімен әдемі тарелкаларымызға салып шығамыз. Одан кейін кезекке мен керешке алдым магазиннің. Сіздер магазиндікін алғыларыңыз келмесе, нан турап духовкаға осылай үйден жасасаңыздар болады. Одан кейінгі кезек қызанақтарымызды да осылай сақтап турап аламыз. Ендігі кезек болгар бұрыштарымыздың ішіндегі дәнектерін алып, оларды видеодағыдай етіп төрт бұрыштылап турап аламыз. Міне біздер дайын болған болгар бұрыштарымызды әсемдеп тарелкамызға салып алдық. Енді майонезге ұруымызды қоса отырып, салатымыздың қақ ортасына әдемілеп салып шығамыз. Міне біздің салаттарымыз дайын болды. Өте тез және дәмді. Дайындап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.